Жарнамадан оралдық және көрермендердің есіне сала кетейін. Апта іші жұмыс күндері бір болайық жобасы сағат 12:00-ден тікелей эфирге шығады, ал сенбі күні біз 15:00-де тікелей эфирге шығамыз. Ал жарнамаға дейін біз жаңа қатысушыны қабылдап үлгердік және ол Дәулет. Тағы да бір рет қошеметтеп қояйық. Және YouTube арнасында берген сұхбатында жаңа ғана Балназым осы Дәулеттің келуі жайлы бір ойлармен бөлісіпті. Эфирде де бөліссін деп отырмын. Қалай қабылдадың келуін, Балназым? Әрине, таң қалдым. Дәулетті көрген кезімде күтпедім. Менде екі сұрақ болып тұрды. Біріншісі, сен келгенне мен саған айтатынмын. Шын ниетмен келдің ба, жоқ па, үміткер ретінде осының алдында. Және де қазір көріп тұрғанмен 3 күн ғана өтті ғой. 3 күн ба? Қанша күн өтті? Біраз уақыт қана өтті. Сен жақ қатысушы болып келіп тұрсың. Сол үшін менде күмән одан да көп. Екіншісі, эгоистка емеспін. Екіншіден, әрине, бақытты болуға лайықтысың. Әрине, біз екеуміз дос ретінде қалдық. Мен үміткер қабылдап жатырмын. Сен де құқығым бар үміткер қабылдауға, бірақ сонда да Балназым енді жіберіп апшы, айтуыңды айтып ап, жігіт енді мен сезім ашылмайды деп айтуын айтып, енді не қазір сөйлеп отырсың, уже өтіп кетті поезд. Және де мен Дәулеттің келгеніне қуаныштымын, осы жерге келіп, өз жарын тапсын деген келеді. Және де тағы бір айтқым келеді, біз бір болайық деп не үшін жазылып тұр, не үшін аталдық, бір болу үшін. Басында проблемасы бар жігіттердің, кішкене жігіттің қиналып жүр. Біз мүмкін бір болып, алдында Аружан айтты ғой, мен ақша жағынан көмектесем. Біреуміз морально көмектесейік, біреуміз жаңағы совет берейік деген сияқты. Үлкен қыз бен жігіттер, ересек адамдар отырмыз ғой, көмектесеміз. Менің ойымша, тоқташы, жарыңды да тауып алуға көмектесеміз. Және де егер сенің проблемаларың шешіліп жатса, енді Балназым сенің артынан жүретін сияқты. Мен ойымша, Дәулет егер жақсы көрсе, мына жерге сразу қатысушы болып келмесе де, сыртта да күресуші еді Балназым үшін. Бірақ алдында келгені уже осы кезде көрініп қалды, уже Балназымды жақсы көрмейтіні, өтірік келе салғаны. Сол үшін қатысушы болып келіп отыр мына жерге. Бұл жерде Балназымды үміткерді сразу қабылдады ғой, осы жерде мәз болып. Солай сияқты ғой, болды Дәулетше қабылдасын солай. Балназым, бұл жерде Дәулет Балназымға үміткер болып келіп отыр. Балназым мына жерде өзінің жарын іздеп отырған адам негізінен. Енді Балназым сонша қиналып отырса, онда айтпаймын мен, бір апта күте алмаймын. Жүрегім ауырып жүр, демалыс күн беріңдерші деп айтпаймын. Жүрек қиналып жүрген адамға ұқсай ма? Ұқсамайды. Вот Балназым ұқсамайды, өз сөзің өзің қарсы шығып отырсың. Мадина, ана жақта біз көмектесетін фонд емеспіз ғой, кешіріңіз Дәулет, сізді бөлгенімізге. Жоқ, көмектесеміз ғой, енді мына жақта жағдайыңызды қиналған көріп тұрмын. Саған Абылайдан жұққан ба? Жаңа өткенде қаржылай көмек көрсетуге дайынмын деген едім. Жоқ, дайынмын ғой, бірақ ол кезде ситуация басқа болды, мұнда қатысушы болып келіп тұрсың ғой. Мына жақта сезіміңді бар болып, мына жақта барлығымызды жылаттың. Осы жерге келіп отырудың сен қаншалықты лайықсың, сен сезімің өшпеген көзінен көрініп тұр ғой. Жоқ, енді может сен былай жағынан ойлап қарасаң болатын шығар, енді өткен жарайды халықтың алдында тоқтатты, бірақ енді жігіт өзінің жаңа стержені бар ғой, алдына қойған мақсатына түбіне жетпей қоймаймын деген сияқты. Осы жаққа келіп бәлкім Балназым үшін келген шығар. Ондай вариант ойлап қарамадың ба сен? Ондай болса екеуі сезімі бар болып, бір-біріне үміткер қабылдап, үміткерлерді жүректерін жаралап, одан кейін жүре берсін, ондай болса. Аружан керемет сұрақ қойып отыр. Қалайша бәлкім дұрыстап ниет көретін шығар. Аружан керемет сұрақ қойып отыр. Қалайша сендердің сезімдерің бола отыра үміткер қабылдайсыңдар деп, иә, былай? Ағыныр, Аружан өздеріңе сол тиіп кетпей ма? Негізі айтатын кезде сезімдерің бола тұра үміткер қабылдап отырсыңдар осы жерде. Әділет, ұшып кетейін деп тұр ана жерде, пікір айтамын деп. Не дейсің, Әділет? Микрофон тез жеткізіп саңдаршы. Жоқ, бәрі мен келісемін де айтып отқан сөздеріне, бірақ мен мысалы Дәулетті өз орнына қойып отырмын да, мен бұл сезім ашты, там жылады, не істеді, жарайды, мақұл. Енді с чего он должен унывать дальше? Зачем он себя должен просто жердің астына кіргізіп жіберу керек та өз-өзінше? Его просто разбили, шашыстады да, енді жинайтын, оны жинайтын, тіпті жинайтын бір адам ғана керек. Он сол үміткерді күтеді. Почему бы нет? Красавчик просто красавчик. Наоборот, жаңа таныстықты бастау үшін алдыңғы жаңа мәселелерін шешіп келу керек мына жерге, менің ойымша. Жоқ, енді біз жерде айтып отырық қой, осы жерде енді Балназымнан ештеңе күтті, Балназым бірақ ештеңе ала алмады да. Балназым Дәулетті қамшылаған жоқ. Енді осы жерде бірге отырып Дәулетке дұрыс бағдар беріп, бізді мысалы сырт көз сыншы дейді ғой. Біз осы жерде қамшылап сені дұрыс жолға саламыз деген ойдамын. Жоқ, мұнда Балназым, сен айтып жатсың ғой, шақ күннен кейін келді қатысушы болып деп, сол себепті күдігім одан да көбейді деп жатсың. Сонда түсінбедім, сен екінші рет үміткер болып келуін күттің бе, жоқ әлде эфир сыртында кәдімгідей сен үшін күресуін күттің бе?
жоқ Балназым, мен берілмеймін деуін күттің бе, алып қашуын күттің бе, не күттің? Ескірмеген махаббат, естеліктер. Иә, айта бер. Жоқ, дос ретінде қалдық қой. Мен дос ретінде қолдауымды бергім келген, бірақ мен саған жазған болатынмын сол күні түнде. Маған көп кісілер жазғанда сені уайымдап, Дәулетке жазшы, звондашы деп. Сонда мен саған ұйықтамай тұрып, екілерде жаздым ба, Дәулет байқап жүрші, сен үшін алаңдап жатырмын дедім де, сен бірақ ол сообщениеге жауап берген жоқсың. Одан кейін Қыздар ай деймде, Балназым қараш, саған тоқтат деп ешкім айтқан жоқ қой. Дәулеттен бас тарт деп ешкім айтқан жоқ. Ал бас тарттың, ал не үшін жазасың? Жаралы жүректі одан сайын қанап тұрған жүрекке тұс сепкендей болады ғой. Қолдау берші деп сияқты. Дос ретінде де қолдау беруге болады ғой. Солай жігіттер осыны қолдау деп санайсыңдар ма? Мысалға қараңдаршы, сіздер бір қызға қатты ғашықсыздар. Ол қыз мен саған сенбеймін деп қастарыңа жоламайды. Ал жарайды енді ұмытайын, бірдеңе істейін деп отырған кезде саған жазады. Менде үміт пайда болады бірден. Қалайсың, амансың ба? Уайымдап жатырмын мен сені деп. Бұл кәдімгі жылатады ғой, Просто жігіттің ойына ой тастау қайтадан, типа мен сені ұмыта алмай жүрмін деген сияқты. Жігіттің өзіне сен қайтадан ой тастап отырсың. Егер жек көрсең, сразу бір жерден тоқтаттың, болды. Содан кейін даже жігіт саған звондаса да алмауың керексің. Сол кезде ғана жігіт сенің өзі қайтатын болады. Мында мен бәріне таңғалып отырмын да, ақшасын береміз, бүйтеміз, сөйтеміз. Не қылып сендер жігіттің намысына тиіп отырсыңдар? Өзі істей алады, өзі таптарда еркек қой бұл. Барлығын жасай алады. Қимастықпен қоштасқан көрдік қой, Балназым мен Дәулет екеуіңші. Енді сен оған жазу арқылы сен өзіңнің кетер емес екенін көрсетіп отырсың да, білдіріп отырсың. Бұл жерде байқадыңыз ба, Камила ханым, бағанадан бері Балназым кішкене дірілдеп отыр, қобалжып, сол бұрынғы әлі де сол бар затты сен шығарудан қорықпашы деп маған айтты ғой, сен де қорықпашы солай. Күшті зат екен. Бұл жерде олай жазған кезде енді үміт береді деп ойлаймын да, жаңағыдай. Үміт береді, сонда ой салып отырады. Негізі жауап бермеген ары қарай дұрыс істедің. Және Балназымға сұрақ қойын дедім. Балназым, мысалға Дәулетке енді үміткер келіп жатса, сен реакцияң қандай болады екен, маған сол қызық. Мысалы сенен қазір бір өкініш сияқты көріп тұрмын да сенен. И ары қарай сен қазір қалай с этим будешь справляться? Жоқ, бақытты болсын, жақсы қыз келсін. Неге сен былай кішкене біртүрлі болып отырсың шынымен де? Мен Дірілдеп отырсың кішкене. Жоқ, сен шынымен неғып дірілдеп отырсың? Әр қолың дірілдеп жатыр. Жоқ, сыртынан көрсең. Жоқ, мен түсінбеймін да, бұлардың бәрі ішіне кіріп шықты ма? Балназым не сезіп отқанын мына жерден палашып отыр ма? Норс, адам ішіне кіріп қажет емес. Ирам, сендер де адамсыңдар, сендерде де жүрек бар. Кім болмасын, бұл жерге махаббат болды бұларда. Даже үміткері келсе де біртүрлі болады. Соны сен қабылдайсаңдар, солай негізіне. Қазіргі соңғы рет болған кезде махаббат болған жоқ бұл жерде. Балназым сезімі ашылған жоқ. Түсініп отырсың ба? Камила ханым, сіздер өзі айтты ғой сол сезімім жоқ деп. Расында сендер не көресіңдер? Кәдімгі махаббат болды, бір-бірін қимайтын, жаңа ақылды таңдадым деп өзі де уже мойындап тұрды ғой. Менің көзімше қазірше мен Балназым көзінде тек қана разочарование көріп тұрмын. Адамдан көңілі қалды істеген іс-әрекеттеріне. Солай ма? Балназым, қараш, сонда сен қазір Дәулетке ренжіп отырсың. 3 күннен кейін келдің, мен жазған кезде жауап бермейсің деп. Сол үшін ренжіп отырсың ғой? Жоқ, бақытты болсын. Жақсы қыз келсін. Мен саған бермегенімді, көрсетпегенімді. Сен сол үшін ренжіп отырсың ғой, соны айттың ғой сен. Жоқ, просто алдында мен күмәнмен болып жүргенімді Көзіне қарап сөйле. толықтай дәлелдеді деп ойлап қалдым да көрген кезімде. Менде күмәндар болды ғой. Қатты сенген жоқпын, не болған жоқ, сенім болған жоқ. Соны дәлелдеген сияқты көрінген. Екіншіден, әрине мен өзім үміткер қабылдап отырмын, сол сияқты ол да үміткер қабылдауға лайықты, бақытты болуға лайықты. Жақсы, мен бермеген, мен көрсетпеген барлық қолдауын, соның барлығын бір қыз саған берсін, жақсы қыз келсін деп тілеймін. Посмотри мне в глаза. Алдында екеуі Камила ханым айырылысқан кезде айтқан болатын, видеоға түсіріп алдым. Сол кезде Дәулет мені бір жерге отырып сөйлесекші деген кезде, жоқ, бізге болмайды ғой деп айттым деген. Ертесі біз Балназымның тақырыбын тағы да талқыладық қой. Кеше не болды, стористарын көрсеттік осы жерде. Сол кезде Камила ханым сіз сұрақ қойған болатынсыз. Сен бір жазу болды ма кішкене, отношенияны анықтау барысында бір нәрсе болды ма араларында дегенде, жоқ, мен онымен айырылысып кеткеннен кейін осы жердің шарты бойынша сөйлеспеуіміз керек деді да, бірақ қазір жаздым деп айтып отырсың. Нақты былай айтқан еді Балназым сол кезде. Дәулет, енді біз бір жерде отырып кездесе алмаймыз, өйткені мен бағдарлама қатысушысымын.
Тіпті басқа қатысушылармен бірге де бара алмаймыз, өйткені сен болсаң ол жерде дұрыс түсінбейді бізді ел деп. Бірақ содан кейін кешке өз жазады. Қызық, е? Сообщениеда тұрған ештеңе жоқ, бір рет қана жаздым. Ал кездессек, сол кезде бірге кетіп қалсақ, ол дұрыс емес болушы еді деп ойлаймын. Егер ол жауап беретін болса, значит, вы кездесетіндер де едіңдер. Жоқ, жай ғана жауап ол жерде берсе. ше, былай ғой, айтайыншы, мысалға алдында халықтың бәрі, сендер қатысушылардың бәрлерің айттыңдар ғой, Дәулет сен жаңағыдай сезімің жоқ деп шығарып тастадың да, одан кейін Дәулет қалай болады, жағдай қалай болады деп жауапкершіліктің бәрін Балназымның мойнына іліп қойғансыңдар. Сосын ол жазып тұр да жағдайын сұрайыншы деп, өйткені оған ауыр тиді. Как будто өзі қиналғаннан Балназым өзі кінәлі сияқты. Сезім бар болса бұл жерден жібермейтін еді. Сосын Дәулет қош келдіңіз. Енді Балназым жаңа айтып отыр ғой, типа қабылдасын деп, ол бәрінде андай шок сондай бүйтіп біртүрлі болып қалады. Бірақ Балназымға бұл жерде бәрібір. Бірақ сіз егер ертең сезіміңіз бар деп ойлаймын, енді 3-ақ күн өтті ғой. Ертең келеді мысалға сізге үміткер, сосын ұнамайды деп жіберіп отырып, бірақ Балназымға сезіміңіз болып отса, сіз андай өзіңізді кінәлі сезінбейсіз ба? Дәулет, саған сұрақ. Жоқ, не үшін кінәлі сезінемін, өйткені Балназым тоқтатпаса, мен ешқашан тоқтатпаушы едім. Мысалы, Вот сіздің ішіңізде сезім болып отыр ғой, онда не үшін келіп отырсыз? Бұл жаққа келмей неге тырыспайсыз ары қарай? Камила керісінше осы жерде Балназымның басқа жігітпен көріп, мүмкін жіберетін шығар, мүмкін Балназымды басқа жігітпен көрген кезде, может, сезімі өшетін шығар. Мен не көріп тұрғанымды айтайын Ол бұл да жерде. мүмкін, е? Бірақ Балназымға тағы бір сұрақ қояйыншы. Мысалы, Балназым, қарашы, сен жаздың, е, Дәулетке. Елестексекші, Дәулет жауап берді. Базёка, шынымен де менің қал жағдайым саған қызық болса, не істеп жатқаным, қалай ары қарай өмір сүретінім қызық болса, мына жерде сағат 7-де күтем десем мысалы. Айтушы едім, мүмкін емес. Себебі... Онда не үшін жаздың? Жай ғана қал жағдайын білу үшін, жай ғана маған жауап берсе, менде бәрі жақсы. Онда кел де біл дейді мысалға. Жоқ, кел деп шақырса мен бармас едім. Тек қана жауап берсе сол сообщениеге. Жоқ, Нұрлан, сосын жаңа сен айтып жатсың ғой, сен маған кеңес беріп жатың, өзіне басына тигенде қашып жатсың деп. Жоқ, сен мәселен басқа Жаңылханмен, сен адал болғансың, адалсың. Және де сенде дос қыздар, ондай... Көп менде дос қыздар? Сенде дос жігіттер бар, ода дос қыздар. Балназым, сен сол кезде ше, мынандай сөз күттің ба, неде бәрі керемет деген сөз күттің ба сен сол кезде? Жазған кезде да? Жаздың ғой енді сен. Сол кезде менде бәрі күшті деген сөз күттің ба? Жазу мәселесі бойынша қазір мынандай ақпарат келіп жатыр, Шакен құлағыма айтып жатыр. Өйткені Кенжеден келген бір ақпарат екен. Кенже айтады, Балназым менің ұялы телефоным арқылы өтінді. Хабарласыңызшы, біліңізші, Дәулетпен барлығы жақсы ма, аман есен бе, үйіне жетті ме, бәрі жақсы ма деп сұрапты. Кенже сөйлесіпті. Демек, яғни барлығы жақсы екенін білді Балназым, бірақ дегенменен қайтадан жазыпты, е? Жоқ, түнде жаздым, жауап берген жоқ. Сосын келесі күні эфирде отырдық қой. Келесі күні эфирде отырған кезде Кенжені көріп жүрміз, сосын айттым, Кенже звондашы, кеше жауап берген жоқ, мен жазған болатым, айттым ба, айтпадым ба, бірақ мен уайымдадым Дәулет үшін. Звондай салшы, бәрі жақсы ма, үйіне жетті ма, бір жерде әлі де жүрген жоқ па, қала жақта деп. Бұл енді... Жоқ, мен уайым... Махаббат емес пе? Жоқ. Дұрыс қой, сен уайымдау керексің, мына жерде кешіріңіздерші енді. Саған қатысы жоқ, ешкім емес адамды қайсың уайымдайсыңдар, айтыңдаршы маған. Бөтен адам емес қой мысалы, Ақнұр, айтшы маған, е? Сен Камаладинге қанша рет хабарластың? Камаладин қалың қалай, бәрі дұрыс па, үйлендің бе деп қанша рет хабарластың? Хабарласпадым. Неге? Жоқ, неге уайымдамайсың сен ол жігітті? Себебі сезім жоқ қой. Камила ханым, олар вообще басқа салыстыруға келмейтін ғой. Себебі сезім жоқ, жақсы көрмеймін. Е? Мысалға жақсы көретін адамды, сезім бар адамды алаңдайсың. Өзіңе жақын адамды ғана алаңдайсың. Салыстыруға келмейді, Камила ханым. Салыстыруға келмейді. Және қараш Балназым, е, Дәулет сенің жалғыз үміткерің емес қой, қаншама басқа үміткерлер болды сенің өміріңде. Бәріне хабарласып, амансыңдар ма, саусыңдар ма, депрессияда жүрген жоқсыңдар ма деп хабарласпайсың ғой, е? Жоқ, Камила ханым, салыстыруға келмейді ғой. Бізде енді арақатынас болды, сезім болды бұрын. Біз бөтен адам емеспіз ғой бір-бірімізге бөтен емеспіз. Уайымдадым, шынымен де уайымдадым. Кімсіңдер бір-бірлеріңе? Енді доспыз.
Енді бір ортада жүреміз, әрине дос боламыз. Дәулет, Балназым саған дос па? Енді Сен дос деген не екенін білетін шығарсың, е? Балназым саған дос па? тоқтатқаннан кейін жақсы ара қатынаста қаламыз. Дос па бірақ? Доспыз. Мен Балназымға көп нәрсе сене аламын. Сене алам. Жарайды, Дәулет, мына жерде көп қатысушылар жаңағы нақты жауабын біле алмай қиналып жатыр. Не үшін келдің, қандай қыз күтесің? Мен негізі қандай қыз күтемін дегенде, шыны керек Балназым сияқты қыз күтемін. Бірақ Ты причинил мне боль. Болды, иә. Әуелі сөздерін жаттап алыңыздар, сосын қасында айтасыздар, иә? шыны керек Балназым сияқты қыз күтемін. Шыны керек Балназымнан күте алмаған, Балназымнан көрмеген нәрселерді көргім келеді. Ол бір, енді біз осы жерде талқыладық қой. Ол қандай нәрселер екенін айтпаймын. Және ол үміткер болсын. Білмеймін енді. Әйтеуір тілегім осы. Осындай қызды жолықтырғым келеді. Үміткер болсын деген не деген сөз? Енді мүмкін үміткер емес болып қалады жер. Сонда қалай, мен мына жаққа үйленуге келдім, мүмкін үміткерге, мүмкін үміткер болмауы да мүмкін. Бірақ үйленем дейсің ғой, е? Үміткер болмаса, онда қатысушы болу керек, қой? Мүмкін, бәрі мүмкін, бірақ үміткерді күтемін. Демек, Өтегенов Даниярдың айтқанында жан бар деген сияқты ойға кетіп бара жатырмыз ғой, е? Қызық. Қыздың бойынан қамқорлық қажет дедің, е? Балназым сияқты болсын деп айттың. Бірақ Дәулет, қорықпайсың ба? Мысалы, ешқандай қыз салыстыруды көтермейді. Яғни мен біреу сияқты емеспін, мен жеке дарамын, жалғызбын деп айтады. Әр қыз. Иә, мүмкін, бірақ мен біреу сияқты емеспін, мен одан да жақсымын деген қыз келеді шығар. Көреміз. Және болашақ жарыңа хаттың да дайын шығар, е? Ойланып жазған шығарсың, е, толғанып. Сол хатты жазған кезде кімді елестеттің? Түсініп тұрсыздар ғой. Жоқ, Дәулет. Қазір оқымастан бұрын айтшы. Қандай жағдайда жаздың, не шабыт берді, кім шабыттандырды? Айтпаса да түсінікті деп отыр ғой, Дәулет. Күліп құтылады бұл жігіт, бар ғой. Жарайды, кім шабыттандырса да, не жазылғаны маңызды ғой, не жазылғанын жарнамадан кейін көреміз. Алыстамаңыздар.